Wi-Fi'mizni настройка дейміз. Пароль, логин пароль IP адресін 101.1 кіреміз. Соған однерге админ спа дейміз. Кіреді. Кіргеннен кейін бірінші интернеттің ішіне кіреміз. Ванға кіреміз. Ваннан аддыны басамыз. Басқан кезде жерде міне ППО-ге TR69 қоямыз. Одан кейін логин пароль қаптын жазамыз. Мынаның бәріне галочка қоямыз. Сақтаймыз. Шифре деген басамыз. Болды. Одан кейін келесі Word документ бойынша көрініп тұр. Бізге және осы керек TR69. Жерде менеджменттен кіреміз. Менеджмент ішінде ремонт менеджмент деген нәрселерді TR69 қосамыз. Басқа қосылады көпке. Өндерге жаңағы Word'тың ішінде ссылка тұр. Көшіріп жазамыз. Потом жерде 6200 деген цифра тұр. 6200 деп жазамыз. 13200. Тоже сүйрем басамыз. Одан келесі бізге HTTPS қосылар, ол security'дің ішінде. HTTPS деген жерде security'дің ішінде. Оның ішінде access control деген бар. HTTPS-ті қосамыз. HTTPS-ті қосамыз. IP range деген бар. Word'та жазылып тұрмын. Осы IP-ді көшіп қоямыз. Біріншісін, екіншісін турасы бірдей жоқ, тоже HTTPS-ті. Ол сүйрем басамыз. Сақталды сізде. Получается, бәрі болды. Енді тек қана Wi-Fi-дің атын қоямыз. Wi-Fi-дің атын қойған үшін Wi-Fi basic деген басамыз. Сендерде заводская тұрады. Орнына атын жазамыз. Мынаны басамыз, паролін қоямыз. Атын жазып 5G деп жазамыз жеріне. Алып паролін қоямыз. Болды. Сақтаймыз. Сенде бәрі дайын тұр.